Сәлеметсіздер ме, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді бір істегеннен шығатын жұмсақ пончиктерді дайындайтын боламыз. Бұл пайдалы кеңестер каналы міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдымен бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Ол жұмыртқаларды кезегімен жарып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан соң, жұмыртқамыздың үстінен қойытылған сүтімізді құятын боламыз. Мен осындай түрін пайдаландым. Енді екеуін бірге қосып, араластырып аламыз. Бір масса болғанша. Үстінен 1 шай қасықта тұз және 1 шай қасықта ас содасын салып, ұнымызды қосып, венчикпен араластырып аламыз. Содан соң әдемілеп қамырымызды илейтін боламыз. Осылай қамыр илеп аламыз. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бір істегеннен шыққан осындай дәмді пончиктер болады. Сүйсініп жейтін боласыздар. Кішкене қолға жабысатын қамыр болады. Ұн қосып, ұнды жаймен салып отырып, осындай жұмсақ қамыр илеп аласыздар. Осындай кішкене қолға жабысатын қамыр дайын болады. Оны қолмен үзіп отырып, осындай дөңгелектер жасаймыз. Қолыңызға кішкене ұн сеуіп алсаңыз, қолыңызға қатты жабыспайтын болады. Осылай жасалған дөңгелектерімізді енді қызып тұрған майымызға саламыз. Майды қатты қыздырудың қажеті жоқ. Қатты қызып кетсе, дөңгелектеріміздің іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан баяу отқа салып, осындай етіп, қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Негізі араластырмасаңыздар да болады, өзі дөңгеленіп өзі пісетін болады. Мен кішкене арасында ғана қозғап тұрдым. Олай қозғамасаңыздар да видеодағыдай қарап тұрсаңыздар, өзі қимылдап тұрып піседі. Осындай ауызда еритін керемет дәмді пончиктеріміз дайын болды. Мен үстінен шоколадты құйдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша қант ұнтағы сепсеңіздер болады. Ауызда еритін өте дәмді пончиктеріміз жасау жолы өте оңай. Үй жағдайында қолжетімді заттармен дайындалатын болады. Іші де осылай жұмсақ болып пісетін болады. Бұл пайдалы кеңестер каналы міндетті түрде тіркеліп алыңыз.